16-шы есеп 16 санына еселік болатын барлық 2 таңбалы сандарының қосындысының жартысын табу керекпіз. Жартысы деген сөзге назар аударамыз. Бірінші 16 қандай сандар ойлайды соны жазып шығайық. 16, одан кейін 32, 48, 64, 80 және 96. Яғни біз барлық саны 16-ны қосып келе жатырмыз. Бізде бар болған 6 сан берген екен. Енді біз осының барлығын қосайық өзара. 16-ға 32-ні қоссақ 48, 48-ге қоссақ 96, 64-ке 80-ді қоссақ 144. Енді қараңыз, 144-ке 96-ны қосайық. 6-ға 4 0, бір ойда, 9-ға 4 13, ойдағы бірмен 14, 4-ін жазам бір ойда, мұна 1 түсіп, ойдағы бірмен 240, яғни 144-ке 96 қосында 240. Енді 240-қа 96-ны қосамыз. 6-ға 4-ке 9, 3, бір ойда, енді 2 түсіп, бірақ ойдағы 3 болып түсіп. Енді 336 шықты. Бізде 336 деген жауап бар. Егер сіз осыны белгілеп қойған болсаңыз, онда шатасып кеттіңіз. Себебі сізге қосындысы емес, қосындысының жартысын сұрап тұр. Жартысы деген сөз тең 2-ге бөлу керекпіз. 336 деген санды 2-ге бөлеміз. 1-ден береміз, 2, 3-тен 2 сақ 1, 3 түсет, 6-тан береміз, 12, 13-тен 12 сақ 1 болады, және 6 түсет, 8-ден береміз, 8 2 өтсек 16, 16 мен 16 азайтып 0 қалады. 336-ны 2-ге бөлсек 168 шығады. 336 деген санның жартысы 168-ге кетеді. Ал 168 бізде Е жауабында орналасқан. Яғни барлық 16-ға еселі болатын 2 таңбалы сандарды қосып, және оның тең жартысын алсақ, ол бізде 168-ге кетеді. 17-ші есеп 954 жұлдызша бөлінген 3. Яғни бұл сан бізде 3-ке қалыс бөлінетіндей, жұлдызшаның орнына қандай санды қоюымызға болады? Жұлдызшаның орнына тұрған сандар міне берілген. Біз не істейміз? Бұл есеп шығару үшін әр жауапты орнына қойып тексереміз. Рас ма? Мысалы, бірінші жауапты алайық. Цифрларын қосайық. 9-ға 5 қоссақ 14, 14-ке 4 қоссақ 18, 18-ге 3 қоссақ 21. Яғни барлық цифрлардың қосындысы 21-ге тең. 21 3-ке бөліне ме деген сұраққа жауап береміз. 23-ке бөлінеді, қалдықсыз 7 шығады. Яғни мына санның цифрларын қосындысы 3-ке бөлінгендіктен біз бұл санда 3-ке қалдықсыз бөлінеді деген тұжырымға келеміз. Сәйкесінше А жауабы дұрыс болды. Біз басқа жауаптарды тексермесек те болады. Ал егер тексерген өзінде бізде ылғи қате шығатын болады. Мысалға Е жауабын тексеріп көрейік. 9, 5, 4, 8. 9-ға 5 қоссақ 14, 4-ке 8 қоссақ 12, ал 14-ке 12 қоссақ 26. 26 3-ке бөліне ме қалдықсыз? Бөлінбейді. Яғни мына санда 3-ке бөлінбейді деген сөз. Енді мына 9543-ті шынымен 3-ке бөліне ме екенін тексере қояйық. Бірақ тест үстінде олай тексермей қойыңыз, себебі ол сіздің уақытыңызды ұрлайды. 3-тен береміз 9, 0, 5 түседі. 1-ден береміз 3, 5-тен 3 тазайтсақ 2, 4 түседі. 8-ден береміз 24, 0-ға 3 түседі. 1-ден береміз 3, 0 қалды. Яғни 9543 деген сан 3-ке қалдықсыз бөлінеді екен. Жауабы 3181 шығады. Сіз осы есеп шығара алдыңыз ба? 18-ші есеп 8-ге еселі, бірақ 24-ке еселі емес, неше натурал сан бар. Біз істейміз алдымен 8-ге бөлетін сандарды ашамыз. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. Енді 2 таңбалы тұр. 96-ға 8 қоссақ, ол 104 болып асып кетеді. Сондықтан біз бұл санды ала алмаймыз. Бұл бізде 3 таңбалы. Және 8-ді алмаймыз. 8 бізде 1 таңбалы. Енді қараңыз. Осы сандарды жазып алдық. Енді екінші назар аударыңыз жағдай 24-ке еселі емес деп тұр. Сондықтан біз 24-ке еселі сандарды сызып тастаймыз. 24-ке еселі ең кіші сан ғой 24-тің өзі.
Кейінгі сан 24-ті қоса береміз. 24-ке 24 қоссақ 48, 48-ге 24 қоссақ 72, 72-ге 24 қоссақ 96. Балалар, қараңыз. Сіздер бұндай есептер шығарар кезде сандарды ұзыннан жазбаңыздар. Рас па? Себебі сан ұзыннан жазылған кезде тізбекте кейбір сандарды ұмытып кетсеңіздер де сіз оны көрмей қаласыз. Ал мынандай баған бойынша жазылса, сіз қай жерде не қалып қойын көру кішкене оңайырақ болады. Мысалы 80-ді ұмытып кетсеңіз, 72-88 деп кеткен кезде бір қарайсыз да, мынарда бір сан жетпейді, 72-ден 88 болып кетті. Бұл жерде мен ойымша 80 қалып кетті десе тез таба аласыз. Мына тізбекте болған кезде вроде барлық сан бар сияқты болады да, дұрыс көре алмайсыз. Қысма? Бұл да лайфхак. Бұны осылай пайдалансаңыз, көбірек қателеспейтін боласыз. Енді санаймыз, қанша сан бар екен? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Барлығы 7 сан бар, ал 7 бізде С жауабында орналасқан. 19-шы есеп 52А43 бөлу 9. Яғни А-ның орнына қандай санды болсақ, бұл бізде 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Ол үшін істейміз. 9-ға бөлінетін сандардың қасиетіне назар аударайық. Қандай сандар 9-ға бөлінеді? Яғни санның цифрлардың қосындысы 9-ға бөлінсе, ол санның өзі де 9-ға бөлінеді. Сол себепті біз бар сандарды қосып шығайық. 5-ге қоссақ 7, 4-ге 3 қоссақ та 7, ал 7-ге 7 қоссақ 14. 14 қосылған А бізде не істеу керек? 9-ға бөліну керек. Окей? Яғни 14-ке қандай санды болса, ол 9-ға бөлінеді. Соны іздейміз. Мысалы қараңыздар, міне жауаптар берілген. Бірінші 14-ке 5-ті қосайық. Болады 19. 19 9-ға бөліне ме қалдықсыз? Бөлінбейді. 14-ке 8 қосайық. 22. 22 9-ға қалдықсыз бөліне ме? Бөлінбейді. 14-ке 7-ні қосайық. 21. 21 9-ға қалдықсыз бөлінбейді. 14-ке 9 қосайық. 23. 23-те 9-ға қалдықсыз бөлінбейді. Енді бізде Б жауабы қалды. 14-ке 4 қоссақ 18. 18 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Яғни 2 шарт. Яғни мына санның цифрлардың қосындысы 9-ға қалдықсыз бөлінгендіктен А-ның орнына біз 4-ті қойсақ, 52443 деген санды 9-ға қалдықсыз бөлінеді деп айта аламыз. Сондықтан дұрыс жауабы Б болады. Өздеріңіз қолмен есептеп көріңіз. Шынымен бұл сан 9-ға бөліне ме екен? Және жауабын төменге қалдырыңыз. 20-шы есеп 13,7 мен 56,1-дің арасында орналасқан қанша 6-ға еселі сан бар? Алдымен 6-ға бөлетін сандар жазылайық. 6-ға 6 бөлінеді, 12 бөлінеді, 18 бөлінеді. Қарашы, 6-да 12-де 13,7-ден кіші, 13-тен кіші. 13-тен үлкен не ол? 18. Сонда мына қатарда ең бірінші болып, мынаның ішінде бізде сандар тұру керек. Қандай сандар? 13,7-ден үлкен, бірақ 56,1-ден кіші. Ең алғашқы санымыз ол 18. 18-ден кейінгі 6-ға бөлетін сандар жаза берейік. 6-ны қоса береміз ғой. 18-ді 6 қоссақ 24, 24-ке 6 қоссақ 30, 36 қоссақ 36, 36 6 қоссақ 42, 42 6 қоссақ 48, 48-ге 6 қоссақ 54. Ал 54-ке 6-ны қоссақ 60. Ол 56,1-ден үлкен болып кетті. Келесі сан 66, 72 кете береді. Бірақ бұл сандар 26,1-ден үлкен. Яғни мынандай қорытындыға келеміз. 13,7-ден үлкен және 56,1-ден кіші 6-ға бөлетін сандар бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан екен. Ал 7 бізде Е жауабында орналасқан. 21-ші есеп өзара жай сандар жұбын табыңыз. Міне бізде 5 нұсқа берілген. Бірінші жай сан дегенімізді еске түсірейік. Жай сан ол өзіне және бірге бөлінген сан. Мысалы 2, 3, 5, 7 дейді. Ал құрама сан ол бірнеше санға бөлінеді. Мысалы 4 ол 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді. Немесе 9 1-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 9-ға бөлінеді. Енді мына жерде қарасақ 16, 20, 35, 45 деген сандар бұлардың барлығы да құрама сандар. Енді өзара жай сандар жұбы табыңыз деген сияқты сұрақ болса, ол кезде былай ойланамыз. Яғни әр санды жеке-жеке қараймыз. Егер екеуіне де ортақ бөлінетін сан болса, яғни оны біз жай сандар жұбына кіргізе алмаймыз.
егер екі санда бір-біріне бөлінетін ешқандай ортақ бөлгіш болмаса, міне сол сандар өзара жай сандар болады. Яғни өзара жай сандар жұбын сондай сандар құрайтын болады. Енді 16 мен 20-ны қарайықшы. 16 қандай санға бөлінеді? 2-ге бөлеміз 8, 2-ге бөлеміз 4, 2-ге бөлеміз 2, 2-ге бөлеміз 1. Осылай сандарға бөледі. 20, 2-ге бөлеміз 10, 2-ге бөлеміз 5, 5-ге бөлеміз 1. Екеуіне де ортақ бөлінетін сандар ол 2, ол 2. 2-ні 2-ге өтсек 4. Яғни бізде 4 деген сан ол 16-ға да бөлінеді, ол 20-ға да бөлінеді. 16 мен 20-ның өзара бөлінетін бір саны болғандықтан, олар өзара жай сандар жұбы емес. Біз А жауабын алмаймыз. Келесі Б жауабын тексерейік. 35 пен 45-ті. 35 5-ге бөлеміз 7, 7-ге бөлеміз 1. 45 3-ге бөлеміз 15, 3-ге бөлеміз 5, 5-ге бөлеміз 1. Екеуінде де қайталанатын сан ол 5. Басқа сан жоқ. Яғни 35-ке де 45-ке де бөлінетін бір сан бар. Ол 5. Сондықтан біз бұны да өзара жай сандар жұбына қоса алмаймыз. 18 бен 21-ді қарайық. 18 2-ге бөлсек 9, 3-ге бөлсек 3, 3-ге бөлсек 1. 21 3-ге бөлсек 7, 7-ге бөлсек 1. Екеуінде қайталанатын сан ол 3. Яғни 18-ге де 21-ге де бөлінетін бір сан бар. Ол 3. Сондықтан біз бұл жауапты да өзара жай сандар жұбына қоса алмаймыз. Енді Е жауабын қарап көрейік. 2 мен 8. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 8-ді 2-ге бөлсек 4, 4-ді 2-ге бөлсек 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Екеуіне қайталанатын сан 2. Яғни 2 мен 8-ге де ортақ бөлетін сан бар, ол 2 деген сан. Сол себепті онда жай сандар жұбына қоса алмаймыз. Енді қалып жауап Д. Д-ны белгілеп кетсеңіз болады, бірақ не үшін белгілейміз? Соны дәлелдеп берейін. 14 және 25. 14-ді 2-ге бөлсек 7, 7-ні 7-ге бөлсек 1. 25-ті 5-ге бөлсек 5, 5-ті 5-ге бөлсек 1. Яғни 14 2-ге және 7-ге бөлінеді, 25 тек 5-ге бөлінеді. Екеуінде ортақ ешқандай сан жоқ бөлінетін. Сондықтан біз 14 пен 25 деген сандарды өзара жай сандар жұбы деп қабылдаймыз. Яғни 21-ші есептің дұрыс жауабы Д. Бұлай қарап тұрсақ, 14 те 25 те негізі құрама сандар. Бірақ екеуін бөлек қарайтын болсақ, бұлар өзара жай сандар. Себебі өзара бұлардың ортақ бөлінетін бір бөлгіші жоқ. Жақсы ма? Бұндай есеп бізде 2019 жылға ништа алғаш рет келді, содан бастап қосып жатыр. Сондықтан біз бұны сіздерге міндетті түрде үйретеміз. Бұл негізі көп балаларға түсініксіз есеп болады. Себебі бір қараса бұл жерде жай сан жоқ, бір қараса жай сандар жұбын сұрап тұр. Кішкене түсініксіздеу. Сізге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Бірнеше қайтара қараңыз. Бұндай есептер жыл бойы тағы да бірнеше рет келетін болады. Сізде есіңізде қалу үшін. 22-ші есеп 3850 санның бөлгіші болатын ең үлкен жай санды табыңыз. Бірінші 3850 жасалады. Біз не істейміз? Бұны жай көбейткіштерге жіктейміз. Осы жерде көбейткіштердің арасынан жай сандағы назар аударамыз және ең үлкенін аламыз. Енді мына жерде бір шарт бар. Жай сан деп тұр ғой. Сондықтан мына жауаптың ішіне жай сан емес деді, яғни құрама сандарды алып тастап болады. 55 ол 5-ге бөлінеді, 11-ге бөлінеді, 55-ге бөлінеді, 1-ге бөлінеді. Сондықтан бұл құрама сан өзіне және 1-ге бөлініп тұрған жоқ, яғни бірнеше санға бөлініп тұрғандықтан бұл бізде құрама сан болады. 35 1-ге бөлінеді, 5-ге, 7-ге, 35-ге бөлінеді, яғни өзіне және 1-ден басқа тағы да 2 санға бөлініп тұр. Енді 13, 11, 19 деген олар жай сандар, соны табылдайтын боламыз. Егер сіз наугад белгілеп жатсаңыз осы есепті, хотя бы мына екеуін белгілемеу керексіз ғой, түсіндірсіз? Сен мына екеуі құрама сан, ал сізден жай сан сұрапты. Бірақ наугад белгілеуге құмар болмаңыз. Олай жасасаңыз, балымыздан айықпаңыз. Мына 3850 деген санды жай көбейткіштерге жіктейміз. Яғни жай көбейткіштерге жіктегенде алдымен 2-ге бөлеміз. 3850 сан 2-ге бөлсек болады 1925. Енді бұл бізде 5-пен аяқталғандықтан біз 5-ге бөліп көрейік. 3-тен береміз, 42 болады, 8-ден береміз, 5 болады. Енді не істейміз? Тағы да 5-ге бөліп көрейік. Мына жерде 7-ден береміз, тағы да 7-ден береміз. Кейін 7-ге бөліп көреміз, 11 болады, 11-ге бөлеміз, 1 болады.
Яғни 3850 деген санды біз 2-ге, 5-ке, 5-ке, 7-ге және 11-ге бөлген кезде ғана 1 деген сан шықты. Негізі мыналарды черновикке бөлек көрсеңіз болады. 3850-ді 2-ге бөліңіз. 1920 аласыз. 1920-ді 5-ке бөліңіз. 385 аласыз. 385-ді 5-ке бөліңіз 77 аласыз. Мен енді тез шығардым. Сіз бір асықпай шығарыңыз. Енді осы сандардың ішінде ең үлкен сан неше? Ол 11-ге тең. Бірақ мына сандар ішінде ең кіші сан 11. Кейде балдар болады. 19, 11, 13, мына жерде үлкені 19 белгілей салайын деп. Ондай логика болмайды. Яғни шығару керек. Мына жерде 11-ді таптық, мына жерде 11 бар. Яғни дұрыс жауабы С болады. 23-ші есеп. 4-ке бөлгенде қалдығы 3-ке, 5-ке бөлгенде қалдығы 4-ке, 6-ға бөлгенде қалдығы 5-ке тең болатын ең үлкен 3 таңбалы санды көрсетіңіз. Бізде міне 3 таңбалы сандар берілген. Бірінші, 4-ке бөлгенде 3 қалдық болу үшін қандай шарт орындалу керек? Біз ол үшін соңғы 2 санына назар аударсақ болады. А енді қараңызшы, соңғы 2 саны 59, 59, 59, 59. Барлықтарында бірдей, яғни барлықтарында бір шарт орындалады. Сондықтан бұны тексермесек те болады негізі. Тестте отырған тексермей қойыңыз. Бірақ мен сізге тексеріп көрсетейін. 4-ке бөлейік. 1-ден береміз. 4 азайтамыз. 9 сүт 19. 4-тен береміз. 16. Азайтамыз. 3 қалдық бар. Яғни 4-ке бөлгенде қалдығы 3-ке тең болады. Санның барлығы соған сәйкес. Екінші, 5-ке бөлгенде қалдығы 4-ке тең болады. Ол үшін біз тек соңғы санына қарасақ болады. Соңғы саны барлығында 9. Бұны да тексермесек болады негізі. 9-ды 5-ке бөлгенде 1-ден береміз. 5. 9-дан 5 сызсақ 4 қалдық бар. Яғни барлық санның соңы 9 аяқталсын. Тек 9-ды алып тексердік. Ең маңыздысы бізде соңғысы. 6-ға бөлгенде 5 қалдық болады. Ең үлкен сан тауып. Бірінші 5 қалдық дегенге назар аударсақ, алдымен қалып қойған санды сол 5-ті шегеріпсек, содан шыққан санды 6-ға бөліп тексереміз. Егер 6-ға бүтіндей бөлінсе, онда ол біздің дұрыс жауабымыз. Бірінші барлығынан 5 сызылды. 559-дан 5 сызсақ 554. 659-дан 5 сызсақ 654. 759-дан 5 сызсақ 754. 859-дан 5 сызсақ 854. 959-дан 4 сызсақ 954. Енді осы сандардың 6-ға бөлінетін тексереміз. 6-ға бөліну үшін қандай шарт бар бізде? Ол біріншісі 2-ге бөліну керек, екіншісі 3-ке бөліну. Бұл сандар 2-ге бөлінеді барлығы. Не үшін? Себебі соңғы сан 4-пен аяқталған. 4 бізде жұп сан. Бірінші шарт орындалды. Енді екінші шартқа тексереміз. 3-ке бөліну керек. 3-ке бөліну үшін істеу керек. Әр санды жеке-жеке бөлудің қажеті жоқ. Цифрларын қосамыз. Егер цифрлары қосындысы 3-ке бөлінсе, онда бұл сан тұтастай 3-ке бөлінеді. 5-ке 5 қосамыз 10, оған 4 қосамыз 14. 14 3-ке бөлінбейді. Сәйкесінше мына 554 деген санды 3-ке бөлінбейді. Сондықтан А жауабын алмаймыз. 654, 6-ға 4 тоса 10, оған 5 тоса 15. 15 3-ке бөлінеді. Яғни бұл жауап болуы мүмкін. Бір ары қарай тексереміз. 754, 7-ге 5 тоса 12, оған 4 тоса 16. 16 3-ке бөлінбейді. Сондықтан С жауабын ала алмаймыз. 854, 8-ге 4 тосақ 12, 12-ге 5 тосақ 17. 17 3-ке бөлінбейді. Сондықтан бұл жауапты ала алмаймыз. Е жауабын қарайық. 5-ке 4 тосақ 9, 9-ға 9 тосақ 18. 18 3-ке бөлінеді. Қалдықсыз. Сәйкесінше бұл сан да 3-ке бөлінеді. Енді бізге 3-ке бөлініп тұрған, яғни бұл сан 3-ке де 2-ке бөлініп тұрғандықтан кейін бұл сандар екеуі де 954 те 654 те 6-ға бөлінетін сандар. Бірақ бізде есептің шарты не дейді? Ең үлкені дейді. Сол себепті мына екі санды салыстырамыз. 654 үлкен бе, 954 үлкен бе? Әрине 954. Сол себепті біз ені таңдаймыз. Дұрыс жауабы Е болады. 24-ші есеп. 5-ке бөлгенде қалдығы 4-ке тең болады. 6-ға бөлгенде қалдығы 5-ке тең болады. Ең кіші санды табу керекпіз. Енді қараңыз. Бірінші біз 5-ке бөлгенде 4 қалдық шығатын санды зерттейік. Ол қандай сандар? Жалпы 5-ке бөліну үшін қалдықсыз. Соңғы саны 0 және 5 деген санмен аяқталу керек. Ал бұларда 4 қалдық қалу үшін бұларға 4-ті қосайық. Яғни соңғы саны 4-пен немесе 9-пен аяқталу керек. Біз берілген жауаптан ішінде соңғы саны 4 және 9-пен аяқталған сандарды қалдырамыз да қалғандарын сызып тастаймыз. 44 қалады, 47 керек емес, 71 керек емес, 69, 59 қалады. Бізде енді кішкене жеңілдеді. 3 ақ сан қалды. Келесі 6-ға бөлгенде 5 қалдық қалды. Біз бұл сандардан 5-ті азайтаймыз. Сосын шыққан санды 6-ға бөлеміз. Егер 6-ға қалдықсыз бөлінсе, онда ол біздің жауап. 5 азайтып тастайық. 39 қалады. 5 азайтып тастайық.
64 қалады. 5 азайтсақ 24 қалады. Енді қараңыз, осы сандар 6-ға бөліне ме? 6-ға бөліну үшін қандай шарт бар бізде? Ол сан 2-ге бөлінеді, ол сан 3-ге бөлінеді. Негізі бұл жерде 3 санбалы, 4 санбалы сан болса, осы шарттарын тексереміз. Ал бұлай 6-ға бөлінеді, бөлінбейтін біз 6-ның көбейту кестесі арқылы да таба аламыз. 6-ның көбейту кестесі 39 бар ма? Жоқ. 64 бар ма? Жоқ. 24 бар. 24-ті 6-ға бөлсек 9 болады. Сондықтан бұл жерде 6-ға бөлінетін жалғыз сан ол 24. Дұрыс жауабы Е. Ал енді негізгі заңдылық бойынша тауып көрейік. Бізде 6-ға бөліну үшін ол 2-ге де 3-ге де бөлу керек. 2-ге бөліну керек деген сөз, яғни соңғы сандары жұп сандар болып. Жұп сандар ол 0, 2, 4, 6, 8-ге аяқталады. Қарайық. 0, 2, 4, 6, 8-ге аяқталмайды. 39-да 9, 9 тағы сан. Сондықтан біз А жауабын ала алмаймыз. 4, 4. Екеуіне 4 жұп сан. Бұл екеуі де болуы мүмкін. Енді біз екінші 6-ға бөліну үшін бізде 3-ге де бөліну керек. Сондықтан цифрларды қосамыз. 6-ға 4 қоссақ 10, 5-ке 4 қоссақ 9, 10 3-ке бөлінбейді. Сондықтан бұл жауап алынбайды. Ал 9 3-ке бөлінеді. Сәйкесінше дұрыс жауабы Е. Сіз қай жолмен шығардыңыз? 24-тен 6-ға бөлінетін көбейту кестесін тауып, сразу осы белгіледіңіз бе? Немесе осындай 6-ға бөліну үшін 2-ке де 3-ке де бөліну керек деген заңдылықты пайдаландыңыз ба? 25-ші есеп А санын 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалады. Ал 2А санын 5-ке бөлгенде қанша қалдық қалады? Бірінші А санын зерттейік. Қандай сан? А санын 5-ке бөлгенде 3 қалдық қалу керек. Енді қараңыз, бұл жерде 5 тұралы. 5-ті 5-ке бөлсек, не болады? 1 бүтін шығады, ешқандай қалдық болмайды. 6-ны ой аламыз. 6 болса, 6-ны 5-ке бөлсек, 1 қалдық қалады, дұрыс па? 1-ден береміз, 5. Азайтамыз, 1 қалдық қалады. 7 болса, 2 қалдық, сәйкесінше 8-ді берсек, 8 бөлу 5, 1-ден береміз, 1-ді 5-ке өтсек, 5, 8-ден 5 азайтсақ, 3 қалдық қалады. Яғни, сан 3 қалдық қалу үшін, А-ның орнында бізде 8 болу керек. Енді А 8-ге тең. Енді бізге айтады, 2А деген санды 5-ке бөлсек қанша қалдық қалады? 2 көбейту. Мына екеуінің артында көбейту деген бар. Рас па? Ол 2А ол 28 деген сөз емес. 2А деген ол 2 көбейту 8. Яғни 16 деген сөз. 16-ны 5-ке бөлеміз. Қанша қалдық бар екен білейік. 3-тен берсек 15. 16-15 алсақ 1 қалдық қалды. Сонда А деген санын 5-ке бөліп 3 қалдық қалса, 2А деген саннан 1 қалдық қалды. Бұл бізде С жауабы. Енді мен сізге басқа да мысалдармен келтіріп көрейін. 8-ден басқа санды қойып көрші, сіз 8-ге 5-ті қойып тексересіз. Сіз бөліп жатқан санымыз ол 5 қой. 8-ге 5 қойсақ 13. Мысалы 13-ті 5-ке бөлейік. 2-ден бересіз, 2-ні 5-ке өтсе 10, 13-тен 10 есе 3 қалдық қалды. Яғни 13 деген санды да 5-ке бөлсек 3 қалдық қалды. Енді 2А дегеніміз ол 2 көбейтілген 13. Яғни 26. 26 деген санды 5-ке бөлсек 5-тен береміз 25. 26-та 25 атсақ тағы да 1 қалдық қалды. Яғни А-ны дұрыс таңдасаңыз, деген жауабыңыз дұрыс шыға береді. Яғни А бізде 8, 13, 18, 23, 28, 33 деген сандармен кете береді. Яғни соңғы саны 8-ге немесе 3-ке аяқталу керек. 26-шы есеп. 35, 17, 2 жұлдызша саны 6-ға еселік болатын, ең үлкен мүмкін болатын 2 санды табу керекпіз. Бұл жерде қазір 6-тан бал сан қарастырылады. Енді қараңыз. Бірінші 6-ға бөліну үшін бізде 2 шарт бар. Ол сан 2-ке бөліну керек, ол сан 3-ке бөліну. 2-ке бөліну үшін соңғы цифрлары жұп сандар болу керек. Ол 0, 2, 4, 6, 8 бен аяқталу керек. Бұл жерде ол шарттардың барлығы орындалған. Екінші шарты 3-ке бөліну керек. Біз бірінші мына сандардың цифрларын қосындысы нешеге тең? Соны табайық. 3-ке 5 қоссақ 8, 1-ге 7 қоссақ 8, 8-ге 8 қоссақ 16. Яғни алғашқы 4 сан 16-ны беріп тұр. Келесі сандардың қосындысын табайық бірінші. 9-ға 0 қоссақ 9, 9-ға 2 қоссақ 11, 9-ға 4 қоссақ 13, 9-ға 6 қоссақ 15, 9-ға 8 қоссақ 17. Енді осы сандардың қайсысын 16-ға қосқанда бізге 3-ке бөлетін сан шығады. Бірінші 9 қосайық. 16-ға 9 қоссақ 25. 25 3-ке бөлінбейді. А жауабын ала алмаймыз. 16-ға 11 қосайық. 6-ға 1 қоссақ 7, 1-ге 1 қоссақ 2. 27. 27 3-ке бөлінеді. Бірақ келесі санды тексерейік.
13 тосақ. 16-ға 13 тосақ. 6-ға 3 9, 1-ге 1 2, 29. 29 3-ке бөлінді. С жауабы келмейді бізде. Келесі сан 15 тосақ. 16 15, 6-ға 5 11, бірін жазам, бірі ойда. 1-ге 1 2, ойдағы 1 мен 3 31. 31 саныға 3-ке бөлінбейді. Сондықтан ала алмаймыз Д жауабы. 17 тосақ. 16 17 тосақ. 6-ға 7 13, 3-ін жазам, бірі ойда. 1-ге 1 тосақ 2, ойдағы 1 мен 3 33. Яғни бізде 2 жауап шықты. 33 және 27. Яғни біз мына жерге 2 санды қоя аламыз. Бірі 92, екіншісі 98. Екеуінде де бізде бұл санымыз 6-ға бөлінеді. Бірақ бізге ең үлкен алттанбалы санды көрсетіңіз тұр. Яғни 351 мен 792 үлкен бе, 351 мен 798 үлкен бе. Әрине 8 үлкен. Сол себепті біз мына 98 деген Е вариантын таңдаймыз. Яғни 351 мен 792-де бөлінеді, 351-де 798-де бөлінеді. Осы екеуін салыстырып тұрмыз. Сізге тек қана біреуін таңдап тұрған жоқ, ең үлкенін таңдап тұр. Сол себепті басында тексеріп беріп жатыр. Мына жерде дұрыс екенін көріп 27 деп арғай тексермей, дұрыс жауап таптым деп белгілеп кетсеңіз, онда сіз қателесіп кетесіз. Сол себепті мұқият оқып, және толық шығарып келіппіз. 27-ші бізде 2х 5y деген 4 таңбалы сан берілген. Бұл сан бізде 3-ке қалдықсыз бөлінеді, ал 2-ге бөлінеді қалдықша. Сонымен қатар x пен y-дің айырмасының ең үлкен мәнін табуымыз. Бұл не деген сөз? X неғұрлым үлкен сан болып, максимальный. Ал y неғұрлым кіші сан болып, минимум. Максимум, минимум. Осы жерге сандарды алып тіркейміз. Бірінші, 2-ге бөлгенде қалдықсыз шығатын сандар ол жұп сандар. Ал қалдықпен шығу үшін не істеу керек? Тақ сандар болады. Бізде y-дің орнында 1, 3, 5, 7, 9 деген сандар тұруға болады. Сол кезде ғана бізде мына санымыз 2-ге қалдықпен бөлінетін болады. Ал бізде ең үлкен мән алу үшін істейміз, y-ге минимумды қою керекпіз. Минимум дегеніміз, яғни ең бірінші, ең кіші саннан бастап қоямыз. Біз 1-ді қояйық. Дұрыс ма? 5 пен 2 тұра берсін. Енді x-ке біз неғұрлым үлкен сан береміз. Ең бірінші үлкен сан ол 9. 9 деп тексереміз. 2-ке 9 қоссақ 11, 5-ке 1 қоссақ 6, 11-ге 6 қоссақ 17. Яғни бізде 3-ке бөліну үшін цифрларын қосып 3-ке бөліп тексереміз ғой. Цифрларын қостық 17 шықты. 17 3-ке бөлінбейді. Яғни бұл шарт орындалмайды. Келесі шартты қойып тексереміз. 2 9-ды кішкене бір санға азайтайық. 8 деп қояйық. 2 8 1 деген санға тексерейік. 2-ке 8 қоссақ 10, 5-ке 1 қоссақ 6, 10-ға 6 қоссақ 16. 16 3-ке қалдықсыз бөліне ме? Тағы да бөлінбейді. Яғни бұл санда бөлінбейді. Енді біз не істейміз? Мына 7-ге түсіруімізге болады. Келесі сан 7-ге түсіріп көрейік. 2-ке 7 қоссақ 9, 5-ке 1 қоссақ 6, 9-ға 6 қоссақ 15. 15 бізде 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Мына жерде біз 2751 деген санды алдық. Енді біз не істейміз? 7-ден 1-ді азайтамыз. 7 азайту 1, 6-ға тең. Енді басқа жауаптарды тексеріп көрейік. Мысалы бізде ең минимум 3 та болуы мүмкін. 2, 9, 5, 3 деп тексерейік. 2-ке 9, 11, 5-ке 3, 8, 11-ге 8 қоссақ 19. 19 3-ке бөлінбейді. Сондықтан бұл сан бізде 3-ке бөлінбейтін сан. Келесі сан 3-іміз тұра береді, 5 тұра береді. 9-ды бір санға кемітеміз, 8 деп қояйық. 2-ке 8 қоссақ 10, 5-ке 3 қоссақ 8, 10-ға 8 қоссақ 18. 18 бізде 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Яғни бұл нұсқаны алуымызға болады. Бұл жерде біз x-ның орнына 8-ді алдық, y-ның орнына 3-ді алдық. 8-ден 3-ді азайтсақ 5 болады. Мына жерде 7-ден 1 азайтсақ 6 болады. Қайсысында неғұрлым үлкен сан шықты? X минус y-те. Ол бізде бірінші нұсқада. Сондықтан дұрыс жауабы 6 С болады. 28-ші ұшақтағы жолаушылардың саны 6-ға бөлінетін сан. Егер тағы 3 жолаушы мінген болса, онда 9-ға бөлінер еді. Қазір ұшақта қанша жолаушы бар? Соны табу керекпіз. Мына жерде жауаптар ол ұшақтағы жолаушылардың саны. Енді қараңыз, бұл сандар 6-ға бөліну керек. 6-ға бөліну үшін 2 шарт бар,
ол сан 2-ге бөлу керек, ол сан 3-ге бөлу керек. 2-ге бөлу үшін бізде жұп санға аяқталады. Мына жерде 6, 2, 4, 4, 8. Барлығы жұп санға аяқталып тұр. Енді 2 шарт тексереміз, яғни 3-ге бөлу керек. 3-ге бөлу үшін цифрлардың қосындысын қараймыз. 2, 0, 6 қоссақ 8 болады. 8 3-ге бөлмейді, сондықтан А жауабын алмаймыз. 1-ге 2 қоссақ 3, 3-ге 9 қоссақ 12. 12 3-ге бөлінеді. Енді бұл жауапта болуы мүмкін. 8-ге 4 қоссақ 12, 12-ге 1 қоссақ 13. 13 3-ге бөлінбейді. С жауабын да алмаймыз. 1-ге 7 қоссақ 8, 8-ге 4 қоссақ 12. 12 3-ге бөлінеді, сондықтан бұл жауапта болуы мүмкін. 6-ға 8 қоссақ 14, 14-ге 1 қоссақ 15, 15 3-ге бөлінеді, сондықтан бұл жауапта болуы мүмкін. Яғни бізде есеп сәл жеңілдеді. 3 дұрыс жауабы қалды. Енді тағы 3 жолаушы мінсе дейді. Бұларға 3 жолаушыдан қосайық. 192 3 жолаушы қоссақ 195, 174-ге 3 жолаушы қоссақ 177, 168-ге 3 жолаушы қоссақ 171. 3 жолаушы қосылғаннан кейін бұл сандар бізде 9-ға бөліну керек. 9-ға бөліну үшін істейміз, цифрларын қосамыз, 9-ға бөлеміз. Егер 9-ға қалдықсыз бөлінсе, онда ол сан 9-ға бөледі. Енді қосайық. 1-ге 9 қоссақ 10, оған 5 қоссақ 15. 15 9-ға қалдықсыз бөлінбейді. Сондықтан бір жауабын ала алмаймыз. 7-ге 7-ні қоссақ 14, оған 1 қоссақ 15. 15 те 9-ға бөлінбейді. Сондықтан Д жауабын алмаймыз. Бізде Е жауабы алды, және ол дұрысы сүйеу. Қалған жауаптар барлығы кетіп қалды. Сонда да тексерейік. 1-ге 7 қоссақ 8, 8-ге 1 қоссақ 9. 9 ол 9-ға бөледі. Сондықтан Е жауабын таңдаймыз. Е жауабы бізде 168. 168 болған кезде бұл сан бізде 6-ға бөлініп тұр. Егер 3 жолаушы қоссақ, бұл сан бізде 9-ға да бөлініп тұр. Есептің шарттарын қанағаттандырды. 29-шы есеп. Батыр шарларды 5-5-тен және 3-тен топтарға бөлді. Ал 2-2-ден бөлгенде біреуі артық қалды. Бұл жерден біз не түсінеміз? 5-ке де бөлінеді, 3-ке де бөлінеді деген сөз. Шарлары қолында тұрған. Ал 2-ге бөлгенде бір қалдық қалады дегеніміз. Бұл сан жұп сан емес деген сөз. Яғни жұп сан болған кезде қалдықсыз бөлінеді. Тақ сан болғандықтан бізде біреуі артық қалды. Сондықтан біз жауаптардың ішінен жұп сандарды алып тастаймыз. 70 жұп сан, 30 жұп сан. Яғни бізде 2 жауап кетті. Есеп сәл болса да жеңілдеді. Енді 3-ақ жауап қалды. Бұл сандар бізде 5-5-ке бөлінетін болды, дұрыс па? Бұл жерде 5-ке бөлінетін сан, ол жалғыз 45. 61 5-ке бөлінбейді, 19 5-ке бөлінбейді. Енді бұл 45 3-ке де бөлінеді. Оны қалай білеміз? 4-ке 5 қоссақ 9, 9 ол 3-ке бөлінеді. Сондықтан бізде дұрыс жауабы С. Өте жеңіл шықты. 30-шы есеп бізде мынандай. 4-ке бөлінген әр сан 2-ге қалдықсыз бөлінеді. 15-ке қалдықсыз бөлінген сан 3-ке де қалдықсыз бөлінеді. 5-ке қалдықсыз бөлінген сан 10-ға да қалдықсыз бөлінеді. 9-ға бөлінген қалдықсыз сан 3-ке де қалдықсыз бөлінеді. 6-ға қалдықсыз бөлінген сан 2-ге де қалдықсыз бөлінеді. Бұл жерде біз дұрыс емес жауап таңдау керекпіз. Енді тексерейік. Кез келген 4-ке бөлінетін сан. Қандай сан? Мысалы 4. 4 4-ке бөлінеді. 4 сәйкесінше 2-ге де бөлінеді. Келісесіз бе? Шықты. Немесе келесі сан алайық. 8. 8 4-ке бөлінеді 2, 8 2-ке бөлінеді 4. Яғни 4-ке бөлінген сандарымыз ол 2-ге де бөлінеді екен. Келісеміз. Кез келген 15-ке бөлінетін сан 3-ке бөлінеді. 15-ке бөлінетін ең кіші сан ол 15. 15-ті 15 бөлсек 1, 15 3-ке бөлсек 5. Орын алып тұр. Келесі сан ол 30. 30-ды 15-ке бөлсек 2, 33-ке бөлсек 10. Бұл шартта орын алып тұр. Д жауабын тексерейік. 9-ға бөлінген сан 3-ке де бөлінеді. 9-ға бөлінетін сан ол 9. 9 9 бөлсек 1, 9 3-ке бөлсек 3. Келесі сан ол 18. 18 9 бөлсек 2, 18 3-ке бөлсек 6. Яғни 9-ға бөлініп тұрған сан ол 3-ке де бөлініп тұр. 6-ны алайық. 6-ны 6-ға бөлсек 1, 6-ны 2-ке бөлсек 3. Орын алып тұр. 6-тан кейін сан ол 12, 12-ні 6-ға бөлсек 2, 12-ні 2-ге бөлсек 6. Яғни 6-ға бөлініп тұрған санымыз ол 2-ге де бөлініп тұр. Енді мынаны сұрай керек. 5. Мысалға 10 деген сан алайық. 10 5-ке бөлінеді. 10 10-ға да бөлінеді. Келісеміз. Бірақ 15 деген санды алыңызшы. 15 5-ке бөлінеді, 3 шығады. Бірақ 15 10-ға қалдықсыз бөлінбейді. Яғни 1 бүтін тағы 5 қалдық қалады. Егер керісінше тұрғанда 10-ға бөлінетін сан ол 5-ке де бөлінеді десе, біз келісер едік. Бірақ 5-ке бөлінетін сан ол 10-ға бөлінеді дегенге келісе алмаймыз. Мына қарашы, алдыңғы сандар екінші саннан үлкен болып тұрған кезде дұрыс жауап шықты. Мына жерде заңдылықты бұзып тұрған тек С жауабында. Яғни алдыңғы сан кейінгі саннан үлкен болып тұр. Солай да логикалық анықтап алуыңызға болады.
бұл жерде дұрыс жауабымыз С. Назарларыңызға рахмет. Сізге біздің осы бірінші тақырып ұнады ма? Бірінші тақырыптан не үйрене алдыңыз? 5-ші класста өткен сабақты бір пысықтадыңыз ба? Бұл тестті кем дегенде 3 қайтара қараңыз. Бұл сіз үшін өте пайдалы. Біздің курсқа жазылғаныңызға мың алғыс.